Нью-Йорктың қақ ортасы Манхэттенде тас жолдың шетінде әлемге әйгілі Нина Ричи иіссуының жарнамасындағы періште қыздың денесі табылды. Оның аңызға айналған алтын түстес ұзын шаштары кесілген, қоштасу хатын қалдырмаған. Бұл бүкіл әлемге орыстың Рапунцелі деген атпен танылған алматылық Руслана Коршунованың жұмбақ өлімі. Ол биіктен өзі секірді ме, әлде оны біреу итеріп жіберді ме? Жас модель неліктен Нью-Йорк қаласында өзінің бақытын таба алмады? Армысыздар достар, бүгін біз сән әлемінің жұлдызы болған, бірақ тағдыры қасіретті аяқталған Руслана Коршунованың өмірін талқылаймыз. 1987 жылы Алматы қаласында Сергей мен Валентина есімді жұптың отбасында бір қыз дүниеге келді. Руслананың ата-анасының бұл атты қатты ұнатқаны сонша, олар ұлдарының атын Руслан, қыздарының атын Руслана деп қойған. Отағасы кеңес әскерінің офицері болғандықтан, отбасы Алматының маңындағы Гвардейский деген шағын әскери қалашықта тұрған. Өкінішке орай 1995 жылы Сергей қайтыс болады. Ол кезде Руслана небәрі 5 жаста болған. Осылайша Валентина балаларымен әскери қалашықта жалғыз қалады. Валентина мен оның балалары күнде таңертең сағат 7-де Алматыға қарай жол тартатын. Себебі оның жұмысы мен балалардың оқуы сол жақта. 2 сағат жол жүріп, Руслананы мектепке апарып, Валентина жұмысқа, сосын қайтадан оны алуға баратын. Жұмыс күні ұзақ болғандықтан Руслана анасымен бірге кешкі сағат 8, кейде 10-ға дейін жүретін. Кейін Валентинаның жұмыс орны оған Алматыдан 2 бөлмелі пәтер алуға көмектеседі. Сөйтіп, олардың өмірлері біршама жеңілдей түседі. Валентина Руслананың шашын ешқашан қимаған. Қызының шашын ұзын әрі әдемі етіп өсіру үшін бәрін жасаған. Оның бұрымы тізесіне дейін жететін, алтын түстес, жылтыр, қалың еді. Руслана 9-шы сыныпқа көшерде анасы оны тілдерді тереңдетіп оқитын арнайы мектепке ауыстырады. Жаңадан келген қызды сыныптастары аса ұната қоймайды. Балалар қатыгез ғой, басында 5 килограмм өрілген сәнді емес бұрымы бар, бойы тым ұзын қызды көбі мазақтайтын. Руслана ұялшақ қыз еді, оның құрбылары аз болды. Ол мектеп бітіргенде шет елде оқуды армандады. Сол себепті неміс тілін үйрену үшін қосымша тіл орталығына барады. Руслана барып жүрген неміс тілі орталығына Эва Бейхер есімді әйел де келіп жүреді. Ол Эйр Астана әуе компаниясының ұшақтарында тұратын борттық журналдардың редакторы болады. Мұндай журналдар әдетте орындықтың артқы қалтасында салынып тұрады. Онда ұшақта апаттық жағдай кезінде не істеу керек екені туралы нұсқаулықтар, әртүрлі жарнамалар мен пайдалы ақпараттар жазылады. Эва Руслананың сұлулығына тәнті болып, одан көз алмай тамсанып жүреді. Еваның өзі кезінде модель болғысы келіп, бағын сынап көрген. Сондықтан ол модельдік стандарттарды жақсы түсінетін. Бір күні Эва Бейкер Руслананы өз журналына түсуге көндіреді. Руслана келіседі. Журналда оның неміс орталығындағы сабағы туралы мақала шығады, ал иллюстрация ретінде Руслананың суреті қойылған. Ева Руслананы Амазонка бейнесінде түсіреді. Журнал 5000 дана болып шығады. Бірақ Эйр Астана компаниясының басшылығы Руслананың фотоларын ұнатпай, үлкен жанжал туындап, олар бүкіл тираждан осы суреттерді қиып тастауды талап етеді. Амал жоқ, Эйр Астана қызметкерлері 5000 журналдан Руслананың суреттерін қиып тастайды. Ол үшін қаншама еңбек пен күш жұмсалғанын елестету қиын, бірақ сол тапсырма орындалады. Алайда Руслананың фотосы қиылмай қалған 1-2 журналдар самолеттің бизнес-класс жолаушыларына тиесілі орындықтарда қалып қалады. Бірде сол орында Дебби Джонс деген әйел Мәскеуге ұшып бара жатып, журналды қарайды. Ол Руслананың жүзіне бірден назар аударады. Дебби Джонс батыстың Models One сән агенттігінің рекрутері еді. Рекрутердің міндеті сән үйлері үшін жаңа адамдарды табу еді. Дебби Руслананы тауып, онымен танысып, оны Лондонға жұмысқа шақырады. Әрине, Руслананың анасы Светлана қаршадай қызын жалғыз шетелге жұмысқа кетуіне қарсы болады. Бірақ уақыт өте келе Эва Бейхер оған қызыңды жарқын, жұлдызды болашақ күтіп тұр,
Ол модель болып үлкен көлемде ақша таба алады, ел көреді, жер көреді. Мұндай мүмкіндік барлығына түсе бермейді. Кейін өзі қалаған шетелдік оқуына түсе алады деп көндіреді. Руслана мода агенттігімен келісім шартқа отырады. Осылайша әлемге орыстың Рапунцелі атымен әйгілі болатын Руслана Коршунованың жұлдызды өмірі басталады. Руслана бірден үлкен подиумдарды бағындырады. Лондон, Милан, Париж, ең соңында Америкадан бірақ шығады. 2006 жылы Руслана Нью-Йорк сән апталығының басты жаңалығы аталады. 2008 жылы ол Кензо, Вера Вонг, Кристиан Диор, Нина Ричи жарнамалық науқандарына қатысады. Оның бейнесі Elle, Vogue журналдарының мұқабасына шығады. Vogue журналы Руслана туралы сән әлемінің жаңа есімі атты мақала жариялайды. Онда бойжеткеннің көздері ертегідей әрі өзгеше сұлулығы туралы жазылады. Оның ең басты ерекшелігі ұзын шашы еді. Дәл осы шашының арқасында ол әлемдік деңгейдегі сенсацияға айналды. Әрине мұндай ұзын шашты күту оңай емес, бірақ бұл оны басқалардан ерекшелендіріп тұратын басты фишкасы еді. Нью-Йорк Пост басылымының мәліметінше, бойжеткен әр подиумға шыққан үшін шамамен $5000 табыс тапқан. Оны Парфюм фильміндегі басты кейіпкердің рөліне кастингке де шақырған. Руслана ең әйгілі фотографтармен жұмыс жасайды. Олар Руслананы кез келген бейнеге тез енетін үшін жақсы көрген. Оны қалай түрлендірсе де, оған барлығы жараса кететін дейді фотографтар. Руслананың модельдік мансабының ең биік шыңы Нина Ричи брендімен жасаған келісім шарты болды. Руслана Нина Хош иісінің ресми өкілі атанып, ертегідей әдемі жарнама ролигіне түсті. Хош иісті жарнамада қалай сипаттауға болады? Нина Ричи фирмасы бұл иіссудың жарнамасын былай суреттеген. Бөлмеге бұлт сияқты қызғылт үлпілдек көйлек киген керемет ұзын шашты әдемі жас қыз кіріп келеді. Оның алдында қызыл алмалардан үйіліп жасалған тау тұр. Ол осы алмалардың үстімен сиқырлы ағашқа қарай шығып, ағашта өсіп тұрған алма пішіндес иіссуды қолына алады. Жарнаманың ұзақтығы 20 секунд қана. Бірақ бұл жарнама өте әсерлі, музыкасы да керемет. Нина иіссуының жарнамасы оған үлкен табыс әкеледі. Және осы иіссу арқылы оны бүкіл әлем таниды. Сәттілік пе? Әрине сәттілік. Бұл қарапайым алматылық қыз үшін керемет жетістік еді. Десек те, адам өмірінің барлық сфераларында бірдей барлығы керемет бола бермейді ғой. Жұмыста барлығы жақсы болғанмен, басқа сфералар ақсап жатады. Өмір сынақтардан тұрады. Тіпті сен әлемнің орталығы Нью-Йоркте тұратын атақты модель болсаң да, сынақ сені айналып өтпейді. Манхэттенде Руслана пәтер жалдап тұрады. Шет елге эмиграциялау адам үшін бір қадам артқа шегінумен тең. Себебі сен шет елде ересек адам бола тұра, өміріңді жаңадан бастауға мәжбүрсің. Жаңа жер, басқа менталитетті адамдар, ол жақтың тілі, өмір салты сенікінен мүлде басқа. Оның үстіне отбасыңнан алыстап, жалғыз барған қыз үшін екі есе ауыр. Жалғыздық, бәсекелестік тағы бар. Бірақ Руслананың жүрген әлемі мүлдем басқа әлем еді. Ол Нью-Йорк пен Париждің, Мәскеу мен Лондон арасында ұшып жүр. Подиумға мінсіз болып сәнді киімдер киіп шығады. Подиумнан әр жүріп өткен үшін $5000 ақша алады. Бұл нағыз ертегі ғой. Ал оның алатын гонорары ол арман. Бірақ сән әлемі сырт көзге жылтырап, ертегіге ұқсап тұрғанымен, ол жерде үлкен бәсекелестік бар. Модельдердің кәсіби өмірлері балериналардікі сияқты өте қысқа, сондықтан жылдам қарқынмен дер кезінде жұмыс істеп қалу керек. Әріптестерінің айтуынша Руслана жұмысқа қатты берілген, бірақ ол ақшасын ешқашан толық көлемде алмаған. Ол жұмыс істеген сән агенттігі оған тиісті ақшаны төлемеген. Батыстың модельдік агенттіктері көрсетілімдер бойынша келіссөздерді өздері жүргізеді. Сондықтан модельдер өздерінің нақты қандай қаражат табатынын білмеуі де мүмкін еді. Руслана қолына тиген ақшасының көп бөлігін Қазақстанға жіберіп отырған. Ол таныстарына агенттіктің оған $500,000 қарыз екенін, оларды сотқа бермекші екенін айтып шағымданған.
Руслананың жеке өміріне келетін болсақ, оның бірнеше маңызды махаббат хикаялары болған. Шетелге алғаш келгенде оның Артем Керченок есімді жігіті болды. Олар бір-бірін жақсы көріп, бірге тұра бастайды. Бірақ Қазақстаннан Руслананың анасы Валентина келетін болған соң, жастар анасын ыңғайсыз жағдайға қалдырмас үшін уақытша бөлек тұра тұруды жөн көреді. Алайда анасы кеткеннен кейін екеуі қайта қосылмай, жай ғана дос болып қалады. Руслана жұмыспен Мәскеуге келгенде Александр есімді ресейлік ауқатты бизнесменмен танысады. Руслана оған қатты ғашық болады. Александр оны анасымен таныстырады. Руслана оған күйеуге шыққысы келген, алайда екеуі екі жаққа кетеді. Бірақ Руслана оны ұмыта алмай оған SMS жазып жүреді. Бір күні оған магнаттың жеке көмекшісі хабарласып, оның Александрды мазаламауын өтінеді. Александрдың әйелі бар болып шығады. Бұл Русланаға өте ауыр соққы болады. Руслана Ресейде жүріп Вадим Гавалов деген кісімен танысады. Ол Роза Мира деп аталатын тұлғалық даму орталығының психологиялық курстарының менеджері еді. Руслана өзінің рухын нығайтып, көшбасшылық қасиеттерін дамыту үшін ақша төлеп, сол тренингтен өтеді. Бұл орталықты кейіннен көптеген басылымдар секта деп атап, тексерістер, онда адамдардың миын улап, психикасын орнынан қозғап, депрессияға ұшыратқаны анықталған. Роза Мира тренингінің жиналыстарында қатысушылар отырғандарға өміріндегі ең жаман сәттерді баяндап беру керек болған. Руслана тренинг кезінде әкесінің өлімі, сәтсіз махаббаттары туралы айтып, елдердің алдында еңіреп жылаған, айқайлаған деседі. Руслананың өлімінен кейін бұл ұйым тексеріліп, ақыры жабылған. Не себепті екенін кейінірек түсінесіздер. Сонымен тренинг аяқталып, Руслана Нью-Йоркке оралады. Роза Мира оған көмектесті ме? Әрине жоқ. Тренингтен кейін оның мінез-құлқы агрессивті бола бастайды. Ол дөрекі сөйлейтін болды, жиі жылайтынды тапты. Осындай қиын кезеңде ол 52 жастағы Марк Каминский деген жігітпен кездесе бастайды. Марк туралы қауесеттер өте көп. 2003-2005 жылдары ол суық қару мен марихуананы рұқсатсыз сақтаған үшін қамауға алынған. 2001 жылы сот Каминскийге бұрынғы әйелінің үйіне жақындауға тыйым салған. Ол Русланадан ылғи ақша алатын. Сонымен қатар Марк Каминский Джеффри Эпштейнмен араласқан және оған жұмыс деген сыбыстар да бар. Білмейтіндер үшін айта кетейін, Джеффри Эдвард Эпштейн америкалық финансист, мультимиллионер. Ол әлемдік элитамен, саясаткерлермен, корольдік отбасы мүшелерімен және ғалымдармен тығыз байланыста болған адам. Эпштейн кәмелетке толмаған қыздарды саудалаумен және оларды жезөкшелікке мәжбүрлеумен айналысатын ауқымды желі құрған. Ол Нью-Йорктегі зәулім үйінде және Вигрин аралындағы Little Saint James, яғни халық арасында орги аралы немесе педофилдер аралы деп аталған жеке өзінің аралында қылмыстық әрекеттер жүзеге асырған. Оның Лолита Экспресс деген лақабатты жекеменшік Boeing 727 ұшағы болған. Тергеу мәліметтері бойынша бұл ұшақпен аралға жас қыздар мен әлемге танымал қонақтар тасымалданған. Эпштейннің басты көмекшісі мадам ролін атқарушы Гислейн Максвелл қыздарды тауып желіні басқарған үшін кейін 20 жылға бас бостандығынан айырылды. Эпштейн алғаш рет 2008 жылы Флоридада ұсталды, бірақ прокуратурамен жеңілдік келісіміне отырып, небары 13 ай ғана түрмеде отырып шыққан. 2019 жылы жаңа айғақтар бойынша қайта қамауға алынды. 2019 жылдың 10 тамызында Эпштейн Нью-Йорк түрмесіндегі камерада өлі күйінде табылды. Ресми нұсқа суицид. Алайда оның өліміне қатысты көптеген күмән бар. Сол түні бейнебақылау камералары істемей, күзетшілер ұйықтап қалған. Көптеген зерттеушілер мен құрбандардың адвокаттары Эпштейн өзімен бірге өте ықпалды адамдардың құпияларын ала кетті деп есептейді. Әлемде көптеген адамдар Эпштейннің өліміне әлі күнге дейін сенбейді. 2008 жылы Руслана өзінің 21 жасқа толуын Пенсильванияға барып атап өтпекші болып
таныстарын туған күнге шақырып қояды. Америкада 21 жас кәмелеттік жас болып саналады. Бір күн бұрын Руслана бұрынғы жігіті әрі досы Артеммен кездесіп, олар Артемнің анасының үйінде қонған. Руслана Артемге өзінің кездесіп жүрген жігіті Марктың басқа қызы бар екенін біліп қойғанын, Марк оны ертең кездесіп сөйлесуге шақырғанын айтқан. Руслана мен Артем түнде «Елес, привидение» фильмін көрген. Бұл өлім мен тыныштық таба алмайтын жан туралы хикая. Ертеңінде Артем Руслананы үйіне әкеп тастаған. Күндізінде ол Маркпен кездескен. Кездесуден оралған соң қайғылы жағдай орын алады. 2008 жылдың 28 маусымында Руслананың денесі Уотер-стритте апаруым керек деген жоспар жазып қойған. Қыздың денесі үйден 10 метр алыс жерде табылған. Егер ол көп қабатты үйден өзі құласа, неге оның денесі 10 метр алыс жерде жатты? Әлде оның арқасынан біреу екпінмен итеріп жіберді ме? Руслананың алған жарақаттары көлік қағып кеткен адамның жарақаттарына да ұқсаған. Ең қорқыныштысы, үйдің астында тұратын консьерж Руслананың шашының қысқарып қалғанын байқаған. Оның ұзын шаштары дөрекі түрде кесіліп тасталған. Полиция оның пәтерінен өткір пышақ тауып алды. Сол пышақпен құрылыс торы кесілген. Бәлкім шашы да сонымен кесілген болар. Бірақ алтын түстес ұзын шаштары ешқай жерден табылмаған. Үйде де, далада да жоқ. Әлде біреу оның әдемі шашын кесіп, терезеден итеріп жіберді ме? Немесе бұл Роза Мирадан болған депрессияның әсері ме? Русланамен бірге Роза Мира тренингіне қатысқан украиналық құрбысы Анастасия Дроздова да бір жылдан кейін Киевте үйінің терезесінен секіріп кеткен болатын. Психологияда аркада синдромы деген ұғым бар. Бұл жетістіктің шыңында тұрып, ары қарай не істеймін деген сұраққа жауап таба алмай, өз-өзіне қол жұмсау. Мүмкін өте жас кезінде үлкен табысқа кенелген қыздың өліміне осындай жағдай себеп болған шығар. Руслана Коршунованың өліміне қатысты 2026 жылы жаңа ақпараттар пайда болды. Бұл туралы Америка құрама штатының әділет министрлігі қаржыгер Джеффри Эпштейннің қылмыстық ісіне қатысты жаңа 3 миллион құжаттарды жариялағаннан кейін белгілі болды. Оның модельмен байланысы бар деген күдік бұрында болған, бірақ енді бұл ақпарат ресми түрде расталды. Құжаттарда бірнеше куәгер 2006 жылы 7 маусымда 18 жастағы модельдің миллиардердің жеке ұшағымен оның аралына ұшқанын растайды. Ұшу журналына сәйкес, Коршунова аралда бірнеше күн болған. Коршунованың құрбысы Эва Бехер Руслананы сол аралда болғаннан кейін өлтіріп кетуі мүмкін деп есептейді. Ол Коршунованың қандай жағдай болмасын өз-өзіне қол жұмсауы мүмкін емес екенін атап өткен. Джеффри Эпштейн өзара хат алмасуларында қазақстандық модель Руслана Коршунованың өліміне қатысты жағдайларды бірнеше рет талқылаған. Бұл құжаттар Руслананың айналасында оны тек пайдаланғысы келетін адамдардың болғанын, ал ол істеген агенттік оны психологиялық осалдылығын пайдаланып, толық ақшасын төлемегендігі туралы айтылған. 2011 жылы тамызда Катя деген модель өзінің хатында агенттік Русланаға гонорарын төлемегені туралы жазған. Яғни Русланада үлкен қаржылық қиындықтар болған және бұл жағдай оның психологиялық күйін нашарлатқанын растайды. Эл-Холидің 2019 жылғы хаттарында Руслананың жігіті Марк туралы былай деген: Руслана өзінің түк білмейтін жігіттерінің кеңестеріне жиі құлақ асқан. Марк Русланаға салмақ қосушы болма, ақша таба алмай қаласың деп қысым көрсеткен. Руслананың әкесі де жоқ, қасында ешқандай мықты адам болмады деп жазылған. Сонымен қатар хаттардың ішінде Руслананың 2008 жылдың наурызындағы «Мен адастым, өзімді бір күні таба алар ма екенмін» деген сөзі табылған. Сонымен осындай белгісіз жағдайда өмірден өткен Руслананы туыстары Мәскеудегі Хованская зиратында жерледі. Орыстар күйеуге шықпаған қыз бала қайтыс болғанда оны ақ той көйлегімен жерлейді. Руслананы жақындары соңғы сапарға ақ емес, өзі жақсы көрген қара түсті көйлекпен шығарып салды. Ол табытта жатқанда
баяғы Иису жарнамасындағы періштеге мүлде ұқсамаған. Руслананың қысқа ғұмырында қаншама уақыт пен күш босқа кетті. Мыңдаған рет киім ауыстыру, бетті бояу, Париж бен Нью-Йорктың подиумдарында мыңдаған шақырымдарды жүріп өту. Ол негізінде Америкада қалғысы келмеген, модель де болғысы келмеген, тіпті пәтерінде заттары сөмкелерден шығарылмаған күйі тұрған. Кездесең қаншама адамдар армандайтын биік жерде тұрып, бұның бәрінің саған керек емес екенін түсінуі мүмкін. Руслана да осындай жағдай болған сияқты. Америкалықтар Нью-Йоркті үлкен алма деп атайды. Руслана Алматыда туып өскен. Қолында алма пішінді иіссу құтысын ұстап әлемге әйгілі болды. Америкалық үлкен алманың ішінде небәрі 20 жасында өмірмен қоштасты. Русланаға миллиондаған жанкүйерлер емес, оны шын жақсы көріп, қолдайтын бір ғана адам жетіспеген сияқты. Руслананың хикаясы бізге сыртқы жылтырақ пен миллиондаған долларлық келісімшарттардың артында оның нәзік әрі жалғызсыраған жан дүниесі жату мүмкін екенін еске салады. Ол әлем үшін орыс Рапунцелі болды, бірақ өзі үшін бақыт іздеген кішкентай ғана бойжеткен еді. Ол биікке самғауды армандады, бірақ бұл әлем оны сол биіктікте ұстап тұра алмады. Өзіңізге және жақындарыңызға абай болыңыз. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Руслананың өліміне не себеп болды, қалай ойлайсыздар? Пікіріңізді жаза кетіңіз. Келесі подкастта кездескенше.